онкологией не заболеть. Говорят же, онкология ляжка жоқ. Ни черта. Вот он, онкология болмайды. Если мы с сегодняшнего дня начнем принимать магний-водород, магний-водород попадает в клетку, вот эту клетку, со скоростью света, он такой маленький, молекула, атом, кіріп кетеді мына ішіне. А здесь күндегінде демалып жатырмыз неге? Ауада жоқ дұрыс. Инертный вода толып тұр мына ішінде, клетканың ішінде. Что он делает? Адамдар отдышка у людей. Почему? Потому что водорода нет здесь. Когда водород чистый попадает, здесь образуется H2O. Мы пользуем молекулярный суп. И этот молекулярный суп в нашей клетке, да? Смотрите, здесь есть электростанция вот такой. Эта электростанция, если не снабжается 93-м бензином, қалай жүреді Тойоталар, 93-ші бензинде, және Жигулилер, точно так же вот это H2O, мөлтір су, молекулярный вода, рахаттанып ішеді. А мына клеткеде мынау жоқ болғанда адам вялый, иммунитет низкий. Представляете, бір жағынан паразиттер, мынаның ішінде толып тұрған токсиндер, бір жағынан су жоқ, отдышка у людей. А когда ішкеннен кейін магний же он нервную систему дұрыстайды. Представляете, адам жарқырап, денсаулығы жақсарып, бүкіл энергия кіріп, күлкігің келеді. Система наша расслабляется, ұйқың дұрысталады. Да? Таңғы сағат 5-те тұрып аласың ғой, бір жұма ұйықтаған сияқтысың, бір раздражительность уходит, нервозность уходит, неврастения бар ғой жаңағы, нервный адамдар. Потому что вот эта электростанция, митохондрия называется. Понимаете, это ученые доказали. Мына клетканың ішінде, мыңдаған клетканың ішінде митохондрия энергия алған кезде таптаса судан. Иммунитет сразу повышается и в норму приходит. А когда иммунитет повышается, где онкология, где внутричерепное давление, аутизм, ДЦП, бәрі өледі. Время нужно. Нам настало время, Құдай тағала әрбір берген аурудың емі бар дейді. Сол еміне біздің нашими молитвами пришел этот магний-водород. Вот халықтар, мен 22 жыл жұмыс істеп жатырмын, я всегда работала биодобавками. И в последнее время я всегда новшеством интересовалась. Я врач-диагност. Мен диагностика аппаратым бар. Келіңдер, көрсетіп берем, қанша паразиттерім бар екен. Мына паразит, егер мына магний-водород кірмесе, да, ана нелер бар ғой, мына pH среды бізде мынандай болады. pH деген біздің клеткалардың ортасында 7 нормасы. Егер осы 7-ден көбейіп кетсе, кислотность көбейіп кетеді. А кислотностьта біздің құрттарымыз рахаттанады. 680 құрт нормада балансы болып тұратын құрттарымыз 680, да, солардың көбі құтырынып шыға келеді да, біреу бауырыңызға кіріп алады, лямбли, да, 15 жастағы қыз лямблиоз однокамерный, соны істеп келатыр Астанадан. Мен поезда көп жүрем туда-сюда Астанаға. Сонда бір камерный, а ол басқа артып, клеткасы кетіп қалса, несі, ұрығы многокамерный болып шыға келеді. Сонда қараңыз, паразит лямбли любит печенье. Аскарида не істейді. Многие говорят, суставы болят. Вот көтер алмайды қолдарын. А там аскариды. Аскаридины шығарып көр, қалай шығарар екенсіңдер. У нас нету антипаразитарных средств в лекарственных препаратах. Бір пипарезин бар, ана құрттарды күтейбалдарын шығаратын. Болды, басқа ештеңе жоқ. Поэтому, чтобы pH среды 7 болу үшін, наш магний-водород одновременно балансирует наш внутренний вот это вот балансирует. Бір сұрақ қоюға бола ма? Сұрақ қояйын дегенмен, мына құлағым нашарлау. Ана нелерге докторлар айтады да, ол енді восстановить етпейді құлағым. Құлағым нервке салып нетіп болсын, нервке бірінге бар. Қасиеті бар ма? Восстановить ете ала ма? Мына магний-водород бар ғой, да? Мына клетканың дұрыстағасын, сіздің құлағыңызда клеткеден тұрады ғой. Клеткеден тұрады, Құдайға шүкір, әлі жассыз. Сол барып, мына қатып қалған сіңірлер бар ғой, қатып қалған. Біріне жазған, не бар, сүйек бар. Солардың бәрін әдемілеп, қан барады, митохондрияда энергияны көбейтеді, жайлап, әуелі тас құлақ болып қаласың, сосын содан кейін жайлап құлағыңыз ашыла бастайды. Естігендер көп қой, отзывда естіп кеткендер көп. Қанмен барады ғой. Адына нерв жаңағын ақпар айтты. Бізде нейронный связь. Синапстар бар, мына нервный нелер бар ғой, жүйелер. Сонда нейронный мынандай түйіншіктер бар. Сол түйіншіктерге барады да, оларды тірілте бастайды. Солар маған керек болып отқан. Солар